Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Диана Скатованың эфирден кетуіне не себеп болды? Жансаяның не қатысы бар? Осылай жобасының жүргізушісі Диана Скатова 5 маусымда эфирге шықпады. Оның орнына Альмира мен Бауыржан жүргізуші екенін білесіздер. Әлеуметтік желіде Диана Скатова эфирден кетіп қалған үшін әңгімелер көп. Бірақ көпшілігі Диананың эфирден кетуіне 4 маусымда біраз дау тудырған қатысушылар мен редакторлардың дауымен байланыстырады. Бірнеше ай бұрын Ақтөре, Қамрақұл және тағы басқа қатынасушылар редакторлармен келіспеушілік орын алып, Сұлтанбек пен Диана Скатова қатысушылар тарапында болып, кейбір редакторлар эфирден шығарып тастағаны көпшілікке белгілі. Эфир барысында Жансая Диана ханымға мал деп айтты. Жансаяның артында Диана Скатовадан да мықты редактор тұрғанына Диана Скатова қатты жылады және ол тікелей эфирден шығып кетуге мәжбүр болды. Осыдан кейін Альмира эфирге жүргізуші болып оралса, Диана Скатова бәрін тастап шетелге кетті. Бұл жағдай редакцияның ашуын тудырды. Диана шетелден оралған соң эфирді маусымның соңына дейін шоуды жүргізеді. Бірақ ол қос сайықпен қоштасып үлгерген. Бірақ ол жақында Диана ханым әлеуметтік желіде өткен маусымда кеткенін айтты. Яғни редакциямен кетпей қалған, сол үшін жобадан кетіп қалған. Басқаша айтқанда, ол жобадан кетуге мәжбүр болды. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсыны ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.